Сәлем достар, қалдарың қалай? Бүгін айтайын дегенім, бізде әр үйдің өзінің ережелері, дәстүрлері бар. Бізде де өзіміздің ережелеріміз бар. Мен сендерге соны көрсете кетейін. Мынау осындай көңілді күйде заказ бердім. Әрқайсысын оқып шығайық. Кейбір ережелер сіздерге ұнап қалуы мүмкін, өздеріңізге сақтап алсаңыздар болады, немесе жазып алсаңыздар болады. Міне, әсіресе балаларға ең керек нәрсе, иә. Бір-бірін жақсы көру. Күшті, иә. Өзіне сену, бір-бірін сыйлау, спортты сүю, әрқашан шындықты айту, сүйікті ісімен айналасу, армандау, уәдені орындау, көмектесу, қамқор болу, кешіру, денсаулығын күту, алғыс айту, әрқашан күлімсіреп жүру, рахмет, өтінемін сөздерін қолдану, ешқашан мойымау, әр күнді, әр істі Алланың атымен бастау. Менің ойымша өте керемет нәрсе, иә. Міне, осыны заказ беріп, бір апта күттім, өте керемет нәрсе. Менің қыздарыма қатты ұнап қалды. Әрқайсысы өзіне ұнаған белгілеп алды. Маған осы ұнайды деген сияқты. Міне, өздерің де осындай ережелерді жазып қойсаңыздар болады. Қолдарымен да бір рамкаға салып, немесе холодильниктің бетіне жабыстырып қойсаңыздар болады. Әрқашанда оқып жүресіз, көңілдеріңізді көтеріп жүреді. Міне, бүгін күндеріңіз сәтті өтсін. Осыны айтайын дегенім сендерге. Сау болыңдар.